Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал Тасболатова. Бүгін сіздермен осы Қамаш деген апай, қазір менің партнерім, нано бальзамдарды ішіп, өзінің результатымен бөліскісі келіп отыр. Қамаш апай, бальзамдарды ішкеніңізде қанша уақыт болды және де қандай результаттарға жеттіңіз? Өзіңіз бөлісе кетсеңіз. Менің нано бальзам ішкенімнен ноябрьдің 5-інде алдым, алысынан бастап іштім. Бұны басым ауыратын, 17-18 жылдан бері басым ауыратын, бірақ мен бармаған жерім қалам жоқ. Ташкент қаласына бардым, Қырғызстанға бардым. Мен қоса басым ауырғанымен көзімде де глаукома деген диагноз қойылған. Сонымен мен невропатологтан несін алатынмын, лечениесін алатынмын, маған результат берген жоқ, береді, бір ай береді, 15 күн береді, одан кейін тағы да басым қайтадан ауыратын. Содан отырғанымда осы интернеттен осы нано бальзам дегенді көрдім, бір телефон нөмірді алдым, өйтіп алсам, осы Тасболатова Ақмарал ханымға шықтым. Мен өз негізі Алматыда тұрамын. Мен Шымкенттен деді, не болса да маған осындай басым ауыратын деген 99% мен сізге айта аламын, жақсы көмектеседі, 1% өзіңізден деген. Сонымен мен сол кезде алып іштім, Аллаға шүкір, бір апта ауырдым, бірақ обострение берді, бір апта ауырдым. Енді шүкір Аллаға жақсымын. Енді бұның көзіңізге тамыздыңыз ба? Көзіме тамыздым. Көзіңіз қандай болды? Көзім жақсы. Мен қазір неден глазнойдың берген несін алатынмын, назначениесін алып тамызатынмын. Дәрісін, бірақ мен қазір 2 айдан асты, мен тамызбаттан жоқпын. Басыңыздың ауырғаны қойды ма? Басым ауырғаны қойды, қазір жақсымын. Ұлымның жүрегі ауыратын. Ол кісіге, ол неге де бергенмін ұлыма, ол да Аллаға шүкір жақсы қазір. Қандай нақты результаттарыңыз бар ағзаңыз бойынша? Енді менің көкірегімде массопатия болатын, бір көкірегім мысық болатын. Енді одан лечениесін алып жүретінмін. Қазір былай ұстай алмайтынмын, қазір жақсы ұстаймын, ісігі қайтты, қазір өте жақсы. Рахмет, нано бальзамды неге әйтеуір бізге бір Алланың өзі бізге жіберген шығар. Аллаға мың да шүкір. Рахмет сізге. Ем болсын, Алла шипасын берсін.